Әлемде ең әлсіз паспортқа ие топ 5 мемлекет. Бірақ алдымен ең мықты паспортқа тоқталайық. Бұл Сингапур мемлекеті. Сингапур азаматтары 192 мемлекетке визасыз кіре алады. Сондықтан олардың паспорттары әлемдегі ең қуаттысы болып саналады. Ал видео соңында Қазақстан, Қырғызстан және Өзбекстан визасыз неше елге кіре алатынын айтатын боламын. Енді ең әлсіз паспорттарға көшейік. 5-ші орында бірден 2 мемлекет. Йемен және Пәкістан. Бұл елдердің азаматтары визасыз небәрі 31 мемлекетке кіре алады. Азамат соғысы, саяси тұрақсыздық, террористік топтар және көршілес мемлекеттермен шиеленіскен қатынастар олардың халықаралық беделін күрт төмендеткен. 4-ші орында Сомали. Бұл ел азаматтарын визасыз кіргізетін елдер саны бар болғаны 30-ға тең. Сомали әлемдегі ең қауіпті және тұрақсыз елдердің бірі. Елде орталық билік әлсіз, ал азаматтардың көпшілігі босқын атанған. 3-ші орында Ирак. Ирак паспорты небәрі 29 елге ғана жарайды. Соғыстар, терроризм және ұзақ жылдарға созылған бей-берекет жағдай Иракты таяу шығыстағы тұрақсыздық символына айналдырды. 2-ші орында Сирия. Сириялықтар визасыз 26 елге ғана кіре алады. 10 жылдан астам азаматтық соғыс пен қираулардың салдарынан сириялық паспорт шетелге дерлік өз маңыздылығын жоғалтқан. Айтпақшы, менің есімім Нұрмұхан. Әлемнің қызықты деректерін білу үшін маған жазылуды ұмытпаңыз. Ал 1-ші орында Ауғанстан. Ауған паспорты әлемдегі ең әлсізі. Визасыз кіруге болатын елдер саны бар болғаны 23-ке тең. Талибан билікке келгеннен кейін және елдің толық халықаралық оқшаулауынан соң бұл паспортпен шетелге шығу дерлік мүмкін емес. Ал қазақстандықтар визасыз 79 елге бара алады. Қырғызстан мен Өзбекстанда бұл көрсеткіш 60-қа тең.